Мұғалім Сәни деген кітапты назарларыңызға ұсынамын. Бұл араб әліпбиін үйренуге өте жақсы. Мына жерде пікірлері, жалпы кітапты көрсете кетейін. Мынаны паузаға басып оқысаңыздар болады. Қандай кітап? Предисловие, слово казия деген. Бұл жерде әріптерден бастап, жаңа әріптерді қосып оқу деген сияқты бәрі бар. Мынау әріптердің үштік күйде өзгеруі, рариру, татиту деген сияқты. Одан кейін осылай жалғаса береді. Осының бәрін оқып үйренуге болады. Шетінен көріп, түсініп оқып, одан кейін соны жазып жаттығу арқылы әріптерді танып, Құран кітапты оқи беруге болады. Мына кітапты ары қарай көрсетіп жалғасып жатыр. Әрбір әріптер кішкене өзгешелігімен болады. Сөздің басында, ортасында, аяғында. Жалпы ол қиын емес, негізінде шамалы жаттығу қажет етеді. Мынау мат әріптері деген, жалпы бұл тәжвидті де үйрететін кітап. Бұның бәрін терең үйренуге болады, немесе шамалы бір танысып өткенде жеткілікті. Кейіннен оны тәжірибе барысында осының бәрін өзін осылай әріпті дұрыс шығарып үйренуге болады. Жаңа өзінің тағы белгілері, тәшдид деген, хамзаның түрлері, осының бәрін көрсету, кітапта бірсыпыра көрсетудің үрдісі. Мынау уже кітаптың аяқ жағы, тәжвидтің ережелері туралы көрсетілген. Жалпы осы кітап